сыпырам. Тима жаным, қалақты ұмытып кетіпсің. Сұлу, неге бүгін бәрі бір түрлі болып жүргенін білмейсің бе? Лала, бүгін қонаққа бота келеді. Оны жақсылап күтіп алу үшін кішігірім жоспар құрдым. Кішігірім? Әрине, кел көрсетейін. Бота 12-де келеді. 12:10-да үйімізді көрсетем. 15 минутта оны отбасымызбен таныстырам. Сосын Тима үшеуміз 1 сағат тығылмақ ойнаймыз. Сосын 45 минут сенімен бірге отырып сурет саламыз. Мен не істеп тұрмын? Ең соңында қазір анам пісіріп жатқан бәлішті жеп шай ішеміз. Қонаққа бару осылай мінсіз аяқталады. Егжей-тегжейлі жоспар құрудың қажеті не? Енді ботаны қонаққа шақырған кезде ол маған бір хикая айтып берді. Сол кезде Томи мені қонаққа шақырды. Бірақ ол жолы маған онша ұнамады. Жай ғана Томидің бөлмесінде отырдық. Қатты зергіп кеттік. Айтпақшы, содан кейін араласпай кеттік. Сондықтан бәрі мінсіз өтуі тиіс. Осылайша достығымыз сыналмақ. Бота келді. Есік ашайын. Сәлем, Сұлу, қонаққа шақырғаның үшін. Уақыт жоқ, кет. Мама мен Тима қонақ бөлмесін жинап болғанша саған өз бөлмемді көрсетейін. Саған бөлмен кең екен. Немене? Мүмкін емес. Не? Тіпті үстел де бар екен. Я, сирек кездесетін зат қой. Айтпақшы, Бота, ауа райы қалай екен? Күн тамаша болып тұр. Жақсы, еркін әңгіме айтылды. Енді тізім бойынша ыңғайсыздықтан арылу үшін су ұсыну керек. Сұлу, өтетін нәрсе бар ма? Тима, сендер үшмен тәге ғана танысуларың керек. Бұл кім? Мен Тимамын. Танысқан ма? Сен Сұлудың інісісің бе? Сенің шашың неге жасыл? Шүберек неге жасыл? 100-ге дейін санай аласың ба? Әліппедегі барлық әріптерді білесің бе? Сүйікті әрбің қандай, Тима? Маған ең қатты ұнайтыны Тима екеуміз дос болып кетеміз. Жоқ, Тима үшеуміз әлі 27 минут ойнауымыз керек болған. Неттен керемет иіс. Анам бәлішті пештен уақытылы шығаруды ұмытып кеткенде, осындай иіс шығады. Мам, Сұлудың мамасы? Кешіріңдер қыздар, Тимамен алысып жүріп бәлішті ұмытып кетіппін. Ол бірдеңеден қатты қорқып, бір қасық тосап бермегенімше қоймай жылады. Уайымдамаңдар, қазір сендерге жаңға қосылған піспенан пісіріп берем. Сізге көмектессек бола ма? Әрине. Тоқтаңдар. Піспенан пісірсек, Бота Лаламен әңгімелесе алмай қалады. Лала ренжитін болды. Уайымдама жаным, жұмыла жасасақ әп-сәтте бітіреміз. Қане, көңілді болады ғой. Жарайды. Міне, дайын. Алақай, тамаша. Динозаврлар жайлы кездейсоқ әңгімені алып тастасам да үлгеріп жатырмыз. Енді шай ішсек болады. Бота, дәм татсаңшы. Рахмет, жемеймін. Жаңғаққа аллергиям бар. Немене? Неге айтпадың? Жай, жаңғақпен ойнағым келді. Жоқ, енді қайтсем. Уайымдамаңдар қыздар. Менде әрдайым тосап дайын тұрады. Мам, мына тәттіден тағы бар ма? Тима? Тима? Ай! Ой. Лала, сен де осында екенсің ғой. Көргеніме қуаныштымын. Тоқтаңдар, тұра тұрыңдар. Ол аспақ ойнауға әлі ерте. Мама, ол қашан кетеді? Әлі кетпеймін. Сұлу? Сұлу, тыныштық па? Бота? Кешірші мені. Мен бұлай болғанын қаламап едім. Кешірші, өтінем, менімен араласпай қоймашы. Не? Ай. Бота. Неге араласпай кетеді деп ойладың? Сен менің жан құрбымсың ғой, Сұлу. Тек Лалаға айтып қойма. Томимен араласпай қойдың ғой. Томи? Жоқ, ол басқа қалаға көшіп кеткендіктен араласпай кеттік. Солай істеуге мәжбүр болдым. Себебі менде смартфон жоқ. Тіпті бүгін болған жағдайда да ма? Бүгін тамаша күн болды. Үйіңді көрдім. Отбасыңмен таныстым. Лала және Тимамен ойнадым. Тіпті піспенан пісіруді де үйрендім. Қонаққа шақырғаның үшін рахмет.
Сәлем балалар. Бүгін маған алма бәл үшін берді. Сөйтіп мен қонағымызды қуантайын дедім. Айтпақшы, қонағымыз қайда? Папа, танысып қой, бұл Бота. Танысқаныма қуаныштымын, Сұлудың папасы. Ол қайтып келді. Менің үшінші жан досым болғың келе ме? Қыздар, қылқалам мен қағаз бере тұрыңдаршы. 1 секунд. Оны қайтесің? Бүгін бірінші сабақ болады. Қажетті нәрсенің бәрін алдым. Бір жүк көлік, бір әліппе, бір жуынатын жөке, сосын бір ажыратылмалы кілт. Ажыратылмалы кілт? Керемет, Тима. Оқу деген тамаша ғой. Қаншама жаңа нәрсе үйренесің. Сурет салу үйірмемді жақсы көрем. Кейде 3 сағат бойы сурет саламыз. Қанша? Өте көп сағат сияқты естіледі екен. Лала, Тиманы қорқытпа. Біздің жылдам оқу сабағымызда керісінше бәрі өте тез. Мұғалім сіріңке жағады. Ол жаны бітпегенше кітаптың бір бетін оқып аяқтауымыз керек. Бір бетін бе? Тима, қорықпа. Саған ұнайды. Жаңа дос табасың. Бастысы олардың арасында сотқар балалар болмаса болды. Сотқар балалар? Тима, балақай, қазір шығамыз, қайдасың? Мен жоқпын. Қыздар, Тиманы көрмедіңдер ме? Жаным, Анашым, ешқайда бармай-ақ қойсақ бола ма? балам, не болды? Санауды үйренгің келіп жүреді ғой. Соншалықты қиын болатын айтқан жоқсың. Мама, шамам жетпейді ғой. Қыздар, Ештеңе естеген жоқпын. Әдейі. Тима, қиындықтарға қарамастан бізге сабақ оқыған ұнайды деп айтқымыз келген. Бәрін өзің түсінесің. Бір рет барып көрші. менде бір ой бар. Қане, мектеп ойнайық. Тима, сабақ деген мүлде қорқынышты емес. Қазір көресің. Папа, сен де ойнайсың ба? Иә, қазір. Жұмысымды аяқтап тастайын. Ал Или апай сабақты бастай берсін. Ол кім? Мамамыздың аты сондай. Рахмет, Сұлу. Сонымен бірінші тапсырма. Үстелде қандай заттар тұрғанын кім айтып бергісі келеді? Или апай, мен айтсам бола ма? Тима, Мамама барғым келеді. жаным, мен мамаңмын ғой. Бұл жай ойын. Сұлу, Алдымызда жүк көлік, текше, динозавр және ойыншық телефон бар. сонымен барлығы неше зат болды? 4. Тамаша. Ал енді қолыма мұқият қараңдар. Ей! Лала, мен бәрін көріп тұрмын. Олай істеме. Анашым, бұл өмір мектебі ғой. Тимамен бірге сотқар бала оқыса ше. Онда ол сотқар баламен сабақтан кейін сөйлесем. Сонымен бәрің дайынсыңдар ма? Тима, папасы? Иә, дайынмын. Сұлу, әлі ерте қызым. Сонымен, енді үстелде неше ойыншық болды? Лала, Сабақ қашан бітеді? аз қалды. Тағы біреу жауап бергісі келетін шығар? Папасы? Сұлу, Жеті. Үстелде 7 ойыншықтар. ақылдым сол. Тағы бір тапсырма орындап көреміз бе? Қалай ойлайсың? Не істеуіміз керек? Білмейм, бәлкім жылдамдығымызды тексеретін шығар. Компьютерді кім бірінші жеп алса, сол жеңімі. Бастысы кәмпиттерді жемеңдер. Олар әлі керек болады. Екінші тапсырма. Парталарында неше кәмпит бар? Тима, Білмеймін. бәлкім папаларың көмектесер. Иә, тамаша бағыт. Папам сабақ үстінде телефонмен сөйлесіп отыр. Сұлу, Су іштем, бола ма? Рахмет. Тима, жаным, бар үміт сенде. Үстеліңде неше кәмпит бар? Жетеу ме? Солай ма? Мұнда 3 кәмпит пе? Бәрекелді. Жарайсың, Тима. Бірақ енді ойыңды жинақтау керек, жаным. Мен тағы 2 кәмпит қосам. Енді қаншау болды? Не үйреткенімізді есіне түсір. Біз оған ештеңе үйреткен жоқпыз ғой. Бесеу ме? Дұрыс жауап бердің. Тима, жарайсың. Үстеліңде тура 5 кәмпит бар. Енді кәмпиттерді жей берсең болады. Сабақ үшін бәріңе рахмет. Тамаша жұмыс істедіңдер. Әсіресе папамыз. Тима, сабаққа кеттік пе?
Иә. Иә, қазір арқа қабымды алып алайын. 5 секунд. Жұмысымды бітірдім. Қай жерден тоқтадық? Телефонымды көрмедіңдер ме? Кеше түн ортасына дейін отырдым. Жиналысқа дайындаламын деп. Ал енді оятқышты естімей ұйықтап қалыппын. Айтпақшы, сағат неше болды? Жаным, негізі бүгін... Сұмдық-ай! Бақ арқылы шығып кетейін. Бірақ жаным, бүгін демалыс қой. Демалыс? Мүмкін емес. Есіңнен шығып кеткен бе? Тыныштық па, жаным? Әрине. Неге сұрадың? Жұмысқа ұйықтайтын киіммен кете жаздадың ғой. Оған қоса менің сөмкемді алып кеттің. Бір кісіге демалыс керек сияқты. Дұрыс айтасыңдар. Соңғы кезде жұмыс басты болып кеттім. Демалуды ұмытып қалған сияқтымын. Біз саған көмектесеміз. Уайымдама, мам. Саған қалай демалуды үйретеміз. Иә, бізге сенім артсаң болады. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Алдымен киім ауыстырып алғаның абзал. Ла-ла-ла. Меніңше, бақта жұмыс істесең ғана шындап рахаттанасың. Ең сүйікті ісім бұталарды кесу. Жапырақтарын бірте-бірте кесіп, мінсіз пішінге жақындай түсесің. Бірақ бұл сырт көзге көрінгендей оңай шаруа емес. Сондықтан гүлзарға су құюдан бастасақ болады. Мен тырысып көрсем бола ма? Иә, әрине. Бірақ бұл істе ең маңыздысы шыдамдылық. Бірден сен ойлағандай шықпаса, қамықпа. Осылай ма? Жапырақтарын бірте-бірте кесеміз. Дұрыс айтыпсың, қиын екен. Мен қыздар не істеп жатқанын көріп келейін. Сөйтіп 18-ші ғасырда Лондон қаласында алғашқы пазл пайда болды. Ал енді ережесіне көшейік. Ең алдымен 4 бұрышын тауып алу керек. Біріншісін таптым, тағы 3-еуі қалды. Сұлу, мамама пазл құрастыру қызық емес деп ойламайсың ба? Немене? Бұл өте қызық қой. Ой, ештеңе етпейді. Басынан бастаймыз. Эй! Менің кезегім. Лала, қашан пазл құрастырамыз? Мен жеңген кезде. Тең түстік пе? Қайта ойнайық. Мен Бұл жеңгенше. ойынды ойнағым келмейді. Шаршап кеттім. Су ішесіңдер ме? 9 рет ойнадық қой. Пазлды бір ретте жинаған жоқпыз. Онда қорапқа салып жинап тастайық. Немене? Қалай босаңсызам екен? Мама! Ойлап Тима? таптым. Сен не істеп? Мама, саған не істеу керек екенін ойлап таптым. Шын ба? Не істеймін? Бақта отырып, сен демалу үшін не істеу керек екенін ойландым. Бірақ бір орында отырсам, ойлана алмаймын. Сондықтан жүгірейін деп шештім. Сонымен жүгіріп жүрген кезімде былай ойладым. Демалу үшін саған шаршау керек. Бірақ шаршау үшін күшің бітіп, әлсіреуің керек. Бірақ сен шаршамасаң, қалай әлсірейсің? Түсінесің бе? Шынымды айтсам онша түсінбедім. Жүгір, мама, жүгір. Саған жүгіру керек. Қараш, оп-оңай. Қазір көрсетем. Жүгіріп көрші, мама. Жақсы тыныштандырады. Ботақаным-ау, меніңше бұл іске аспа. Осында екенсің ғой. Қара, 4 бұрышының бәрін таптым. Тіпті шеттерін Мама, мен үстелде ойнайтын ойындар таптым. Есеп жүргізсе болады. Біреу үстелде ойнайтын ойын деді ме? Дойбы ойнасақ ше. Немене? Тек дойбы емес. Мамамен бірге пазл құрастырамыз дегенсің. Мамам қызығырақ ойын ойнағысы келді. Айтпақшы, дойбымен де көп қызық ойын ойнаса болады. Жандарым, бәрі дұрыс, мен жай. Мамам жарысқысы емес, демалғысы келетінін көрмеймісің? Ойында жарыстығында болуы тиіс. Бір жолы мамаларың болып жарысында жеңімпаз болған білесіңдер Себебі ме? сенің ойындарың қызық емес деп айттым ғой. Бір жолы мамаларың болып жарысында жеңімпаз болған білесіңдер ме?
Күншіктер! Алақай! Күншіктерді көріңіздер. Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!